Меруерт сізді неге сонша жеп көреді дейді. Мен айтам, білмеймін десем, соны жаңа отрывокны жіберді сіздің айтқан сөзіңізді. Меруерт жаным, мен саған не істедім? Мен бірінші болып сезім білдіріп жатқан жоқпын бұл жерде. Сен сияқты мына жерде мөлтілдеп көзім ағып бұлақтай, мен Ақтөре үшін жылаған емеспін. Жаным, мені сүйші, мені құшақташы, мені алшы, мен саған жар болам деген сөз мен аузымнан айтылған емес. Мен аузымнан да ондай сөз шыққан жоқ. Ол талай айтылды. Ол сыртта да, іште де, оны бүкіл қыздар да, қатысушылар да біледі. Енді қара, Меруерт, мен саған не істедім? Сенің ала жібіңді аттап қоятындай. Сен сол білесің, сенің рекламаң өткен сайын, жарнамаң өткен сайын, оны бүкіл ел көреді, бүкіл Қазақстан көреді. Менің туыстарым даже да маған айтады, Меруерт сонша неге сенің атыңды атайды дейді. Айналайын, әлемде басқа қыз жоқ па менімен салыстыратын? Әлде мен сенің үшін соншалықты муза болып кеттім ба? Жоқ, Индира ханым, қараңыз, мен ол жерде сіздің жеке басыңызға айтқан жоқпын. Былай айтқан кезде маған сұрақ келді, өткен маусымда сенің сөз, қалай айтсам болады, пікір ұнамайтын адам болды ма сен үшін деді. Мен айттым, иә болды, маған ұнамаған адам ол Индира ханым дедім. Адам емес, пікір дедім да. Пікірі ұнамаған ханым ол Индира ханым. Не себепті? Себебі сіз осы жерде менің намысымды кәдімгідей таптадыңыз. Сен Ақтөреге лайық емессің деген сөздердің өзі. Енді ол рас қой енді. Ол рас, лайықты емессің. Немен лайықты емеспін? Емес. Оны арғар ізбасардың өзі шешеді. Бұл жерге мен Ақтөренің жанында отырып, мен жабысқан емеспін. Ізбасарда менің. Ақтөрені қызғанып, менен сөткеннен кейін қыздар. Просто былай да, Диана ханым, біз негізі халық Меруертті қалай көріп қалған? Сыпайы сөйлейді, сыпайы әдемі айтады, жүрген жерінде жаман жерлерге бармайды. Мен оны білемін. Меруерттің қандай жерге баратын, қандай адаммен дос болатынына дейін білемін. Сол үшін Меруерт мына жерде өтірік сыпайы болудың, жоқ, осы жерде сыпайы болып, өтірік айтудың қажеті жоқ Меруерт.